Сәлем достар, сіздермен әдеттегідей қазу мүмкіндіктер мекені. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, қазіргі таңдағы Алматы қаласының әкімі, сондай-ақ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаев. Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаев 1963 жылдың 13 қазанында қазіргі Жамбыл облысының Үшарал ауылында дүниеге келген. Жергілікті мектепті үздікке бітіріп, сол кездегі Киров атындағы мемлекеттік университетке, яғни қазіргі таңдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне оқуға түседі. Универді үздікке бітірген ол, еңбек жолын Алматы халық шаруашылығы институтының оқытушысы ретінде бастаған болатын. 1988-1992 жылдар аралығында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде сабақ беріп, әлеуметтану доценті дәрежесіне дейін жеткен еді. Ал 1998 жылы өзі туып өскен Жамбыл облысы әкімінің орынбасары қызметін атқарса, 2008-2012 жылдары Павлодар қаласы әкімінің қызметін атқарады. 2016 жылдың қыркүйек айының 8 жұлдызында премьер-министр лауазымына сайланып, сонда 3 жыл қызмет атқарды. 2019 жылдың 28 маусымынан бастап Алматы қаласының әкімі болып сайланып, өз қызметін тыңғылықты, халық көңілінен шығатындай етіп атқаруда. Ближе к вечеру стало известно, чем же будет заниматься Бақытжан Сағынтаев. Бывший руководитель администрации президента возглавил крупнейший город страны. Он сменил Бауыржана Байбека на посту акима Алматы. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев. Сағынтаев за последние 4 месяца трижды менял место работы. В марте после отставки правительства бывшего премьер-министра назначили государственным секретарем, а уже через несколько недель он возглавил администрацию президента. Но казахстанцы запомнили Бақытжана Сағынтаева именно в должности главы Кабмина. Этот пост он занимал 2,5 года. При нем появились новые министерства и были реорганизованы уже существующие. Сағынтаев не стеснялся публично критиковать своих подчиненных. Иә достар, байқап тұрғандарыңыздай, бұндай еңбекті жасау кез келген адамның қолынан келе бермейтін іс. Халық игілігі үшін оның жасаған еңбектері назардан тыс қалды деп те айта алмаймыз. Мәселен, 2008 жылы құрмет орденінің иегері, сондай-ақ даналық, достық, мерейтойлық медальдар, бірінші дәрежелі Еуразиялық экономикалық одақ құруға қосқан үлесі үшін секілді медаль мен ордендердің иегері болып табылады. Ол өзі оқып кеткен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне жиі келіп тұратын жан. Және де университетіміздің дамуына өз үлесін қосуда. Оның пайымдауынша ең бірінші мемлекет даму үшін білімнің мықты болуы және де заманауи технологиялармен жұмыс жасауы қажет. Сондықтан да ең бірінші жоғарғы оқу орындарды қолға алу керекпіз деген екен. Сондай-ақ, ол Атамекен бизнес орталығымен бірлесіп, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет базасына смартпойнт курстарын өткізген болатын. Міне осындай еңбектердің, заманауи технологиялардың арқасында қазіргі таңда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 2020 жылдың санағы бойынша әлемнің ең үздік 100 университетінің қатарына кіріп отқан жайы бар. Бұнымен қоймай Бақытжан ағамыз халықпен де, балалармен де өте тез тіл табыса алатын адам. Алматы қаласының әкімі болғаннан соң, бірінші кезекте халықтың қал-жағдайын барынша көріп, тілдесіп, бірден жұмысына кіріскен еді. Және де Арыс қаласында болған апатқа байланысты кішкентай балаларды қамқорлығына алып, Алматы лагерлеріне жіберген болатын. Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаев қазақ мақтаныштарын да ұмытпайтын адам. Бұған дәлелді, ел мақтаныштары ел аузында болу керек деген ұранынан ақ байқауға болады. Сол себепті де ол қазақ мақтанышы болған аты әлемге әйгілі Денис Тен мен атақты композитор Шамшы Қалдаяевқа да Алматы қаласынан ескерткіштер орнатты. Осындай ағаларымыз жасай берсін достар. Бұндай ағаларымыз барда қазақ туы көкте желбіреп тұратынына кәміл сенімдіміз. Достар, бүгінгі шығарылымымыз өз мәресіне жетті. Лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз өз мақтаныштарымыз туралы айтудан ешқашан жалықпаймыз. Келесі көріскенше.